Томи ТВ. Күн жүйесі. Күн жүйесінде күннен айнала қозғалатын 8 планета. Планета серіктерінен мыңдаған кіші планеталардан, астероидтардан, кометадан, метеорлық денелерден құралады. Бүгін біз күн жүйесінің планеталарымен танысамыз. Планеталар бұл күнді айнала қозғалатын үлкен аспан денелері. Күн жүйесінің орталық денесі жерге ең жақын жұлдыз. Галактиканы бір жылда 230 миллион рет айналып шығады. Жерден күнге дейінгі арақашықтық 157 миллиард 500 миллион метр. Күннің сыртқы қабаты 6000 градус, ал ішкі қабаты 12 миллион градусқа дейін көтеріледі. Күннің радиусы жыл бойы өзгеріп отырады. Сол себепті жер беті бірдей суық, бірдей ыстық болады. Меркурий күнге ең жақын және ең кішкентай планета. Ол өте ыстық, себебі күнге жақын, бірақ күнде өте суық болады. Күнді бір жылда 88 тәулік ішінде айналып шығады. Бір тәулігі жердің 176 тәулігіне сәйкес. Бетіндегі температура күндіз 400 градус ыстық болады, ал түнде 200 градус суық болады. Бұл шолпан. Шолпан күн жүйесіндегі ең жарық планета. Шолпан өте ыстық, себебі оның атмосферасы жылуды сақтап қалады. Оның күннен орташа арақашықтығы 108 миллион километр. Планетадағы орташа температура шамамен 800 градус тең. Бұл жер. Жер біздің үйіміз. Жер үшінші ғаламшар. Онда су, ауа және тіршілік бар. Жер орбита бойымен 365 күнде 108 мың километр сағатына айналады. Ол дегеніміз бір жыл. Жер бетінің 71% судан тұрады. Ол дегеніміз мұхиттар, өзендер, көлдер алады. Жеріміз 700 миллион жыл ішінде пайда болды. Бұл Марс. Марс күн жүйесінің 4-ші ғаламшары. Марс шамамен жермен бірдей айналым жасайды. 24 сағат 37 минут және 22,7 секунд. Марстағы бір жыл жердегі 687 тәулікпен бірдей. Марстағы температурасы күндіз 30 градус ыстық болса, түнде 80 градус суық болады. Ал полюске жақын аймақта 143 градусқа дейін суық болады. Бұл Юпитер. Юпитер күн жүйесінің 5-ші ғаламшары. Юпитер күннен 773 миллион шақырым қашықтықта орналасқан. Ол ең үлкен ғаламшар. Юпитер күнді 11 жылда бір айналады. Юпитердің бір тәулігі 9 сағат 50 минутқа сәйкес. Ғаламшар бетіндегі температурасы 138 градусқа тең. Бұл Сатурн. Сатурн күн жүйесінің 6-ші ғаламшары. Сатурн үлкендігі жағынан 2-ші орынды алатын сақинасы бар алып газды планета. Бұл сақиналар шаңнан, мұздан, кішкентай тастардан тұрады. Сатурндағы бір күннің ұзақтығы 10 сағат 14 минутқа ғана созылады. Ондағы бір жыл жердегі 30 жылға тең. Планетада жыл мезгілдері бар. Әр мерзім жердегі 7 жылға созылады. Бұл Уран. Уран күн жүйесінің 7-ші ғаламшары. Ол көгілдір түсті планета. Күнді 84 жылда бір рет айналып шығады. Ол күн жүйесіндегі ең суық планета. Уран күннен алыс. Атмосфераның бір қабатында 224 градус суық болады.
Нептун күннен ең алыс орналасқан 8-ші планета. Ол өте суық және бетінде қатты желдер соғады. Нептун күннен 4,5 миллиард шақырым қашықтықта орналасқан. Күнді толығымен айналып шығу үшін оған 165 жыл уақыт қажет. Бұл ғаламшардағы бір күн 16 сағатқа тең. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркелуге ұмытпаңдар.